Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, жасалу жолы оңай, шабдалы бәлішін әзірлейміз. Бізге қажетті ингредиенттер: 100 грамм сары май, 3 дана жұмыртқа, 100 грамм қаймақ, 160 грамм ұн, 80 грамм шекер, 1 шай қасық қопсытқыш, шым тұз, үлкен болса 2 шабдалы, кішілеу болса 3 шабдалы жеткілікті. Мискаға жұмыртқаны, шекерді салып араластырамыз. Үстіне салқындатылған ертілген сары май және қаймақты салып жақсылап араластырамыз. Ұн мен қопсытқышты електен өткізіп саламыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бір шабдалыны екіге бөліп, ортасындағы сүйегін алып тастап, көбіктеп кесіп шығамыз. Қамырға салып араластырамыз. Формаға пергамент қағазын салып, қамырды құямыз. Қасықпен бетін біркелкі етіп аламыз. Шабдалыны жұқалап кесіп, қамырдың бетіне әдемілеп қоямыз. 180 градус пешке 45 минутқа қойып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылап отырыңыздар. Шабдалы қосылған жұпар иісті дәмді бәлішіміз дайын болды. Ас болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.